30 gün oyun, 40 gün toyu meyramı. Töredey küttük, törünün gittiği meymanı. Dombura bersen dudar aylatıp bizden el. Әудемей тұғын қазақ жоқ елде дейдәлі. Бізбен бірге әзілдеңіз, ән салыңыз, келіңіз. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Алтаулы сайты қонақтан күткен. Әже, Оу, чайдан алыңыз. алып отырмын ғой бала. Әже, сонда менің үлкен атам кәдімгідей батыр болған ғой. Ол кісі соғысқа қатысқан адам ғой енді. Мен ана костюмін көргем, 5 медалі болатын. Ерлік үшін, жаңағы техниканы жақсы меңгерген үшін, шабуылда алдыңғы шепте болған үшін деген көп қой енді. Саған сонда менің атам, үлкен атам, кәдімгідей қайтпас қайсар жауынгер болған ғой. Бастапқыда қарапайым жауынгер болды. Одан кейін рота командиріне дейін жеткен екен. Әне. Соғыс туралы көп айтушы ме еді, атам? Жоқ, айтпайтын. Жалпы ол кісі көп сөйлемейтін. Сұрасаң ғана айтатын. Өзінің ерлігі туралы айтпайтын. Ал енді мына қасындағы жора жолдастарының, достарының ерлігі туралы айтқанда алдына жан салмайтын. Ай, бір керемет кісі еді ғой. Ал енді мына соғысқа қатысқан адамдар қарапайым болады ғой негізі. Қазір әскерге барып келсе, 1 жылға құдай салмасын, 40 кете жаздайды ғой. Арғаталарымыз ше? Арғаталарыңда бай болған, болыс болған, батыр болған, қарапайым болмаған ғой. Біздің аталарымыздың қарапайым жоқ екен ғой, Сен оны айтасың, нағашы аталарыңды айтқанда. Қандай, әрқайсысы қандай азаматтар болған. Міне, мен өзім төркінімді айтам. Мына, менің әкемнің әкесі болыс болған, бай болған, батыр болған адам екен. Ал ол кісінің әкесі де сондай жаңағы бақуатты адамдар болған екен. Ел басқарған кезінде, сол елді ашаршылық кезінде де, жаңағы қандай қиыншылық кезінде де алып шығып отырған екен сол қиыншылықтардан. Саған. Әже, сіз сонда дәулетті адамдардың ұрпағымын дейсіз ғой? Ой, абай, менің ең үлкен атам Көкбай атам. Көкбай? Көкбай. Қазір іздеп көрейін. Бар. Көкбай. Саған. Әже, қараңыз, ғаламтордан Көкбай деп іздеп көріп едім. Көкбай деген хан болған кісі екен. Бақандай 20 жыл ел басқарған. Осы Көкбай хан емес пе сіздің айтып отырғаныңыз? Ай, балам-ау, атамыздың бай болғанын, дәулетті болғанын естігем. Ал енді хан болғанын естімеппін. Мен осы әңгіменің бәрін әкемнен естейтінмін. Әкем айтып отыратын бізге. Әже, енді ғаламторда Google атамыз өтірік айтпайды ғой? Қандай атам дейсің? Google, жарайды, ол маңызды емес. Әже, неге сіз бұны баяғыдан бері айтпай жүрсіз? Ойбай-ау, айналайын-ау, сендер сұрамасаңдар мене деп айт. Демек біз ханның ұрпағы болдық қой, Ойбай, құдай-ай. Демек, мен ханзадамын. Барда маған сусын алып келші. Ойбай. Марат, қойшы саған бұйырып сөйлеген жараспайды. Қарабайыр келіншек, сен ханға қарап қалай сөйлейсің? Ойбай, кешіріңіз, хан ием. Қазір әкелеміз сусыныңды. Сусыныңды емес, сусыныңызды де. Кешіріңіз, хан ием. Бар! Кешіріңіз, хан ием. Құп болады. Міне. Ой, мен апамның тегін адам емес екенін білген баяғыда. Көрініп тұр ғой түрінен. Не белгілі? Қалай не белгілі? Ханның тұқым екенін белгілі. Түрінде тұр ғой ол кісінің. Сөйлеген сөзінде. Біз байқамаппыз.
Апа, мені бұдан бұлай атыммен атап шақырмаңыздар. Ой, құдайым-ай. Ай, Марат, ханның образынан шықшы болды. Осы жаңалықты естісінде қалаға ДНК-ға барып келдім. Қайда дейсің? Ой, құдай ау, қаладағы ДНК орталығына дейін. Bir тал шашыңды өткізсең, кімнің ұрпағысың? Тегін кім? Бәрін біліп береді екен. Я, содан? Содан бардында бір тал шашымды жұлып алдым да өткізіп кеттім. Енді не деді? Енді не дегенде маған ештеңе деген жоқ. Ана шашты шетелге жібереді екен. Нәтижесі келгенде айтамыз, күтіңіз деді ғой. Күтіп жүрмін. Әй, Жұпар, мен сені түсіне алмай отырмын. Жарай, ДНК-ға барды, жақсы. Bir тал шашыңды өткіздік дейік, жарай. Иә. Бірақ деймді, осының барлығы саған не үшін қажет? Түсінбедім. Қалай не үшін қажет? Қажет? Мүмкін мен ханның ұрпағы шығармын. Қайдан білесіңдер? Енді хан болмаса да, бір бидің, болмаса бір батырдың ұрпағы шығармыз. Осы сендерді бар ғой? Түсінбеймін. Ханның ұрпағымыз деп адамды менсінбей отырсыңдар ғой? Сонда сендер ғана ханның ұрпағы болуларың керек, ал біз сонда қара шаруа болуымыз керек па? Соны айтқыларың келіп отыр ма? Айгүл, айтпағың сол ма сонда? Мен біліп отырмын ғой сенің не айтатыныңды. Осы сендерге бар ғой, келсем, адамды кемсітіп, жер жебірме жетесіңдер бар ғой. Кетіңдерші бар, осы сендеріңге келгім де келмейді. Қош, барыңдар шады. Ей, Жұпар! Ей, біз не дедік саған? Осы Жұпар жынды ма? Есі дұрыс емес адам сияқты кейде бар ғой, айтпай десең айтқыза да. Өзі бастады әңгіме. Аяқ жағын өзі бұт-шытын шығарды. Немене күлесің? Сен ғой соның қитығына тиген. Апа! Болды. Ермос, мына сендердің үйлерінде не болып жатыр? Ештеңе, бәрі жақсы, ойдағыдай. Неге сұрадың? Жай, мына ел жұрттың бәрі шулап жүргесін сұрап жатқан ғой. Мына сендердің әжелерің ақсүйек дей ме? Bir ханның тұқымы дей ме? Сен соны айтып жатсың ба? Бұл деген бәріміз үшін де бір күтпеген жағдай болды. Негізі әжемді білесің ғой, көп ештеңе айта бермейтін, сұрасаң ғана айтады. Сөйтіп, әңгімелесіп отырып, әңгімеден әңгіме туып, әжеміздің бір текті адамның ұрпақ екенін білдік. Қош? Мен сендер оның анық-қанығына жеттіңдер ме? Рас па екен сол? Білмеймін енді, Мараттың айтуы бойынша Google ата қателеспейді. Тоқташ, Google'дың мұнда не қатысы бар? Білмеймін енді, Google'да әжемнің атасы жазылып тұр. Оның қай жылы, қай жерде туылғаны, қанша жыл хан болған, бәрі жазылып тұр. Солай де. Менің енем неге шашын қолына ұстап алып қалаға жүгіріп кетті екен? Не дейсің? Ештеңе? Не, сен істейін деп жатыр едің өзі? Мен аула сыпырайын деп? Онда іске сәт сыпыра бер. Мен бара берейін. Ой, айтпақшы, сен маған өстіп жаңалықтармен бөлісіп тұрсақшы. Әйтпесе мен күнде 5 минут сайын енем сияқты үйлеріңе келе бермеймін ғой. Маған кім деді ондай бақыт? Керек, мен кеттім. Жаңалық болса, міндетті түрде айтып жарай ма? Міндетті түрде айтамын. Саған ең бірінші. Көпірбай аға, сәлеметсіз бе? Бақыт болайын. Қалайсыңдар? Не жаңалық? Бізде жаңалықты қайдамын, Көпірбай аға. Жаңалықтың бәрі сізде ғой. Ой, бізде не жаңалық дейсің? Сауда жүріп жатыр. Базар орнында. Көлігім бұзылған жоқ. Жаңалық жоқ бізде, басқа бәрі жақсы. Үйдегілер қалай? Ешкім көрінбейді ғой. Үйдегілер аман есен? Марат анау Ханзаданың кейпінен енді шықты. Ханзада? Қандай Ханзада? Кеше әжеміздің Көкбай ханның ұрпағы екенін білгелі, Марат Ханзаданың кейпіне енсе бола ма? Апам, Көкбай ханның ұрпағы? Иә. Апам, не деген кереметі, ғажап.
мен білгем негізі. Осы үйге келген кезде апамның жүрісінден ақ тегін адам емес екенін білгем. Ұлы тұлғалардың ұрпағы екенін білгем негізі. Айтасыз ау Көпірбай аға сізде. Ой, шынымды айтам. Ой. Амансыңдар ма? Ой, жеңеше қалайсыз? Қалыңыз қалай? Жақсы. Асығып бара жатырмын. Сендерге жаңалығымды айтып кетейін. Жаңалық. ДНК-мның нәтижесі келді ғой. Айтып едім ғой алдында бір шашымды жібердім деп. Я, айтқансыз. Я. Сол, міне, қағазым. Оқысаңшы енді. Енді оқиын деп жатырмыз ғой, тұра тұрыңдар. Не деп жазып, айтыңызшы. Шыңғыс ханның ДНК-сы менің ДНК-мен 8%-ға сәйкес келеді екен. Бұл не деген сөз? Мен Шыңғыс ханның ұрпағымын деген сөз. Ай, жеңеше, қадырасыз ғой сізде. Не болды? Азияда тұратын адамдардың басым көпшілігі ДНК-сын тапсыратын болсаңыз, Шыңғыс ханның ұрпағы болып шығады. Оны неменеге жаңалық қылып айтып отырсыз бізге? Кешіріңіздерші, мен барып апама шай берейін, я? Жарайды, келінжан. Ой, жеңеше, ой, сондықтан жаңалық қылып, жеңеше сізде. Барлығымыз Шыңғыс ханның ұрпағымыз ғой. Мен де ұқсаймын міне Шыңғыс ханға деп тұрсам. Ренжіп қалдыңыз ба не? Ой, жеңеше, мен тек білетінімді айттым ба? Жоға, неменесіне ренжеймін? Мен бәрібір Шыңғыс ханның ұрпағым. Қазір ауылға барамда, бәріне жайып салам. Мақтанам Шыңғыс ханның ұрпағы екенімді. Мақтаныңыз? Қайным. Бірақ бар ғой, сен, егер шынымен менің қайным болсаң, мына айтқан нәрсеңді Азияның адамдарының Шыңғыс ханның ұрпағы екенін көрінгенге айтушы болма. Түсіндің бе? Ешкімге айтпа. Бопты. Он бала ашуланбай қойшы. Ашуланып жатқан жоқпын. Оны қоя беріңізші. Мына көршіңіздің үйі. Өзіңіздің үйіңіздей ғой, ә? Ой, өзімнің екінші үйім ғой бұл. Көрші үйдегі Айбарша апамыз өзіңіздің анаңыздай емес пе? Ой, өзімнің анамдай көремін мен ол кісіні. Міне. Олай болатын болса, бұл деген сенсация. Тыңдаңыз. Көкбай ханның ұрпағы кез келген жерде шашылып жатқан жоқ. Бұл кісі музейдегі экспонат секілді. Тектері. Бұл кісіні жұртқа көрсетіп, көп ақша табуға болады. Қалай сонда? Тыңдасаңыз, бұл кісіні ертең танитыны бар, танымайтыны бар, тойға шақыратын болады. Не үшін? Ой, не үшін деріңіз бар ма? Көкбай ханның ұрпағы менің тойымда болды деп мақтану үшін. Мені, көрдіңіз бе? Қазақ атам айтпаушы ма еді? Көршің байып жатса қуаныңыз. Бірдеңе бөліп бермесе де, сенен ештеңе сұрамайды деп. Көрдіңіз бе? Ай, сенің ойлап таппайтының жоқ, а? Қайным-ау болды ғой, қыруар ақша табатын мүмкіндік болса, аянып қалмаймыз ғой. Шайдан ал. Иә, қалдарың қалай? Балашақ аман есен. Жақсы. Аманбыз. Шүкір. Көптен бері көрінбей кетіп едіңдер. О, қош жеңеше. Қалайсыздар? Көпірбай, сәлем. Қалың қалай? Жақсы. Жақсымыз бізде. Жүрсің бе, аман есен? Аман есен. Шай. Әй, бейбіт. Бағанадан бері сұрауға ұялып отыр едім. Тоқтарсыз жүрмеуші едің. Жалғыз жүрсің ғой бүгін. Бейбіт жеңгем мен ғой шақырған. Апамнан арнайы осы үйге бат алуға келді ғой. Дұрыс. Апамның өзі қайда? Апам бүгін бат алушылар көп болды да, сәл мазасызданып үйде демалып жатыр. Қарт адам ғой. Иә, үлкен кісі ғой, көтере алмай қалады. Иә. Апама арнайы саумал алып келіп едім. Жақсы ғой саумал деген денсаулыққа жақсы ғой. Иә. Ағам қайда? Жылқыға кетті ме? Ағаң сол салпақтап төрт түліктің артында жүр ғой. Бала-шағаның қамы ғой, бәрімізді сөйтіп жүрміз ғой, салпақтап таңертең тұрамыз, кешке дейін жұмысымызды бітіреміз әйтеуір. Иә. Ұзын құлақтан естідім. Жеңеше, ауылдан
қымызхана ашпақшы дей ме? Ағаңның ойлап жүргені ғой енді ол. Бар ғой. Енді ауылға қымызхана жетпей тұр негізі. Жеңеше, айта алмай тұрмын да. Бір-біріміз жақсы танимыз. Ұят болады. Немене деп сыбырлас кеттіңіздер екеулеріңіз? Жай, анау апамның бүгін үйден шыға алмағаны сенен ұят болды ау деп айтып жатқанымыз ғой. Иә. Келіңіздер енді. Саумалдан ішіңіздер. О! Көпірбайдың ішетін жетінен бас тартқанын қашан көріп едіңіздер? Ай, Көпірбай. Балғымыз екенмін. Құйыңыз. Әй, Көпірбай, қайным байқабыш, байқабыш. Ақ қой, ақ деген жақсы ғой, ем ғой. Сізді жеңеше. Мен апамның жағдайын біліп келейін. Қазір келем. Саумалың, ой, керемет екен. Ауылдың жаңалығын айтып отырайын. Ермекбайдың саудасы жүрмей қапты естіген шығарсың. Мына Көпірбай пысық қой. Қаладан арзан тауар алатын жер тауып алды да, енді 10 теңгеден арзанға сатып отыр Ермекбайға қарағанда. Енді Ермекбайдікі жүрмей қалды. Мынаның затын алып жатырмыз бәріміз. Арзан болған соң. Сауда деген сол ғой енді, ондай болып тұрады саудада. Иә. Апам мазасы болмай еді. Батасын маған жазып берді. Бейбіт жеңеше, апам жазып берді. Соны оқиын сізге. Қолың жайыңыз. Жортқанда жолың болсын. Жер қайысқан қолың болсын. Жауға бермес досың болсын. Жоғалмайтын қосың болсын. Әшекейлі тағың болсын. Бастан таймас бағың болсын. Қағынғанды қағып ал, ұрынғанды ұрып ал. Қымызхана ашқалы жатыр екенсіңдер, іші толы халық болсын. Аумин. Мен апамның айтқаны келсін онда. Аумин, айтқаны келсін. Жүбеге ақшаны айтуға ялып отырмын. Бір-біріміз танимыз. Ұят болады. Ұят болады, апам есі қойса ұят болады. Шай ішсеңші Бейбіт. Маған саумал құйыңызшы. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Алыс дейді керме гүл көрме
Amansыз апа? Ой, аманбыз, Құдайға шүкір. Денсаулығыңыз қалай? Денсаулық, несін сұрайсың? Жасы ұлғайған сайын, әне жерім ауырды, міне жерім ауырды деп жүріп жатырмыз ғой. Құдай қуат берсін сізге. Сіз ауырмаңыз. Сіз бізге керексіз. Өткендегі мен алып келген дәрілерді ішіп жатсыз ба? Ішіп жатырмын, бірақ азғайыңқырап қалды. Уайымдамаңыз. Таусылса, әкеп берем. Уайымдамаңыз. Апа, жас балуан, спортшы. Иә? Қалаға жарысқа кетіп бара жатыр екен. Айналайын, жолы болсын. Батаңыз беріп жүрсіңіз. Берейін, айналайын, берейін. Балуан, бер кел. Ал, бісмиллахиррахманиррахим. Қолың жая қой, балам, айналайын. Қолың жай. Жолың болсын, бісмиллахиррахманиррахим. Батам батпасын, батам жерде жатпасын. Қол жайып тұрған палуан, қарсыласын таптасын. Жығылуды білмесін, тек жеңісті күн келсін. Жауырына жерге тимесін. Әумин. Аман барып сау қайтайын. Аман болыңыз, апа, аман болыңыз. Апасы, апаға қанша бересіз? Сосын Алайын, жарай. Сосын бересіз. Жақсы, апа. Аман болыңыз. Апа, ертең Дүйсенбайдың қызы емтихан тапсырады екен. Иә? Соны алып келіп, сізден бата алсақ. Бата берейін, айналайын, берейін. Бірақ Көпірбайжан, пен кезде осы бата алушылар көбейіп кетті. Бұрын ондай жоқ еді ғой. Жоқ, апа. Бәрі дұрыс, бәрі жақсы. Уайымдамаңыз. Бәрі әдемі. Жақсы, сау болыңыз. Мен неге уайымдаймын? Емтихан тапсыратын мен дейін. Жоқ, шынымен кейін кезде бата беріңізші, бата алайын деп едім дегендер көбейіп кетті. Ай, Көпірбай ая. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Келгенше ұғадеңі. Әже, сүйінші. Ау. Сүйінші. Айта бер сүйіншің мойнымда. Не болды? Алдыңғы жолда да мойнымда деп бермей кеттіңіз ғой, осы жолда сөйтесіз бе? Жүгірмек. Ер мойында қылар қаншырмейді деген. Екі сүйіншіңді қосып берем. Айта бер. Әже, сізді бағдарламаға шақырып жатыр. Қайда? Телевидениеге, бағдарламаға. Онда мен не жоғалтып? Бармайым. Әже, неге бірден бармайым дейсіз? Қайта жақсы емес пе? Теледидарға шыққысы келіп жүргендер қаншама, ал сіз бірден бармайым дейсіз. Немене? Мен телевизорға шығып, әншімін бе, бишімін бе? Әже, міндетті түрде әнші, биші болу керек пе? Әже, жақсы ғой, сізді бүкіл ауыл көреді. Теледидардан көрсетеді. Сізді, әже, Көкбай ханның ұрпағы деп шақырып жатыр. Олар оны қайдан біліпті? Мен айттым. Мен хабарласында Көкбай ханның ұрпағы 15-ші немересі біздің ауылдан табылды дедім. Ұят емес пе? Мақтаныш па? Әже, сіз үшін мақтаныш болмаса, ол біз үшін мақтаныш. Әже, барыңызшы, өтінем. Сізге ешқандай ауыртпашылық түспейді. Сізден тек интервью алады, болды. Не алады? Интервью. Оны мен қайдан табам? Әже, қатырасыз. Интервью деген ол зат емес, ол сұхбат. Сізге сұрақ қояды, ал сіз оған жауап бересіз. Жауап бере алмай қалсам қайтым? Әже, сіз енді бір интеллектуалды бағдарламаға қатысайын деп жатқан жоқсыз ғой? Ол жай ғана сұхбат. Әже, барыңызшы, өтінем. Тоқта. Бүкіл ауыл көреді дедің ба? Бүкіл ауыл тұрмақ, қала, бүкіл республика көреді, әже. Мына үйдің артындағы тақылдақ кемпір, ана Сәлиманың енесін айтам. Ол да көре ме? Иә, көреді. Онда барам. Өкімдер? Білмеймін. Біздің ауылдың адамдарына ұқсамайды? Иә, шетелдіктер сияқты. Жатыр ма? Істеп жүр Көпірбай аға. Қасының бәрін біліп алайық, жасап жүре ма? Біліп алайық. Болды, қазір.
Көпірбай аға. Сәлем бердік. Амансыз ба? Бақытты болыңдар. Қалыңыз қалай? Қос келін қалайсыңдар? Шүкір аманбыз, иә. Жақсы. Көпірбай аға. Ау. Анау сыртта тұрған адамдар кімдер? Ой, шетелден келген қонақтар ғой. Біздің ауылға Германиядан әдейілеп келген. Сонда олар біздің ауылға Германиядан арнайы келген бе? Арнайы келген. Ауылға бізге не үшін келіп білесіңдер ме? Апам үшін келген. Апамды көру үшін. Біздің әжеміз үшін бе? Иә, сіздің әжеңіз үшін. Апам Көкбай ханның 15-ші немересі емес пе? Олар үшін қызық қой. Таңғалатын жағдай. Мына шетелдіктерді өзім ертіп келдім десеңізші. Ақшасын да алып алған шығарсыз, аға? Әжеміздің Көкбай ханның ұрпағы екенін білгелі біраз ақша жасап алдым десеңізші. Қайдағы ақша сендер, қойндай бол. Кім айтты сендерге? Апамның арқасында ақша жасап жатыр деп. Аға, оны ешкімнің айтып керегі жоқ. Сыртыңыздан ақ көріп тұр ғой? Иә. Қай, сен екеуің бар ғой? Сен екеуің ше? Не болды біз екеумізге? Оны әңгіме айтпаңдар. Сендерге әлі ерте ондай әңгіме айту. Апам шақырыңдар. Сендерге сыйлық әкеліп беремін. Апам шақырыңдар. Көпірбай аға. Ау. Шақыра алмайды екенбіз. Сен екеуің әдейі істеп тұрсыңдар ма? Әлде мазақ қылайын деп ақылдасып алдыңдар ма? Шақырыңдар. Әдем-әдем сыйлық әкеліп беремін екеуіңе. Шақыра алмаймыз Көпірбай аға. Неге? Себебі менің әжем қалаға телевидениеге кетті. Ойшай. Мыналардан ақша алып қойып да мен. Не дейсіз, Көпірбай аға, ақша дедіңіз бе? Жоқ, жай сендерге қатысы жоқ ол. Сен болады екен, а? Барыңыз да туристтеріңізге айтыңыз, апам үйде жоқ екен деңіз, ақшаларын қайтып беріңіз, болды. Ақша қайтып бергеніз, жаратып қойдым оған. Ауылдың сыртындағы бұлаққа барып, киелі бұлақ дей салмайын ба? О, табылған ақыл. Жақсы, мен кеттім онда. Сау болыңдар. Жақсы, сау болыңыз, Көпірбай аға. Жақсы. Сау болыңдар. Сау болыңыз, Көпірбай аға. Жақсы. Мынаны қарашы, сенің әжеңнің арқасында ақша тауып жүрген. Сөз жоқ. Ойбай! Айеке! Жаңалық! Жаңалық! Жұпар, асықпай отырып алшы бірінші. Сен осы үнемі қапыласыңда жүресің бар ғой, анау қаймаққа түсіп кеткен бақадай тыпырлап қойшы. Айеке, сүйіншіңді дайында. Дайында сүйіншіңді. Жұпар, сен жаңа ғана жаңалық бар деп едің ғой, енді сүйінші сұрайтын жаңалық па ол? Атам қазақ жағымды жаңалыққа сүйінші берген. Бол. Ай, сен сөзіңнің жаны бар. Қазақ қашанда ырымшыл халық қой, Жұпаржан. Мынау жақсы жаңалыққа сүйінші дейміз. Жаңа бұйымға байғазы, жаңа түскен келінге көрімдік, соғымнан сыбаға, балаға базарлық дейміз, аңшыдан сырғалы. Ай, ырым деген көп қой. Сүйіншіңді берем, айта бер. Ай, бүкіл ырымды тізіп шықтың ғой. Қазір ғана аудан әкімдігінен келе жатырмын. Не болғанын сен білмейсің ғой. Енді мен қайдан білейін? Иә, сендер еш нәрсе білмейсіңдер, мен айтпасам тіпті білмейсіңдер бар ғой. Ой, енді ана жақта бар ғой, сен тыңда. Не болып жатқанын қазір естісең? Айтсаңшы енді, құдайыма, мынау сен сүйінші жаңалық деп отырғалы жарты сағат болды ғой, енді Жұпар айтшы. Мұндай жаңалықты бар ғой, мұндай. Тух, құдайым-ай. Мұндай жаңалықты бар ғой, асықпай айту керек қой. Негізі шай ішіп отырып айтқанда болады, енді шай жоқ. Бірақ асықпай баппен айту керек. Айтшы енді шыдамды. Енді айтайын деп жатырмын ғой, тыңдашы, асықпашы. Айтшы. Асықпа. Қазір айтамын. Жұпар, енді айтшы енді. Қазір айтамын дедім ғой. Болды, айтпай-ақ қой, керек емес. Сүйіншімді бермеймін, қайтар сүйіншімді. Айеке, айтайын деп жатырмын. Шыдамның да шегі бар ғой енді. Енді айтайын деп жатырмын, тыңда. Ана жерде аудан әкімдігінің алдында бүкіл жұрт шулап жатыр. Не деп шулап жатыр? Шулап жатқанда енді әкімнің өзі айтып тұрғанын қалай шуламайды? Әкімнің өзі айтып жатыр ғой. Енді айтсаңшы, не айтты? Не айтқанда? Түк түсінсем, бермасын құдайым-ай, айтсаңшы енді. Сабыр. Қазір естисің. Біздің ауылдың аты өзгеретін болды.
ауылдың аты Айбарша деп аталатын болды. Не үшін? Қай, не үшін? Апамның атына берейін деп жатыр ғой ауылды. Жоқ, оны түсіндім ғой, бірақ не үшін? Ойбай-ау, апаң ел басқарған Көкбай ханның ұрпағы емес пе? 15-ші немересі. Иә. Мынау қызық болды ғой, иә? Не сенерімді, не сенбесімді білмей отырғаным. Марат дейм. Марат Ханзада деп сөйле. Қош, Марат, атам ұқсамай. Әйгерім, сен немене? Біздің ханның тұқымы екенімізге сенбей жүрсің бе, әлде көре алмай жүрсің бе? Марат, сен де қыл жақтауыңды қоймайды екенсің. Мен саған бір нәрсе айтайын деп келдім. Айта ғой, не нәрсе ол? Өзің білесің. Қазір бәрі әжемізді ханның тұқымы, ақсүйек деп айтып жүр. Көкбай ханның 15-ші немересі деп шулап жүр. Енді біреулер ханның ұрпағы деп сыйлайды, ал біреулер мазақтап күледі. Түсінбедім, не айтқың келіп тұр? Тексерейікші. Нені тексереміз? Енді қанығына көзімізді жеткізейік. Жоқ, кімді нені тексереміз, дұрыстап айтшы? Енді әжеміздің Көкбай ханның немересі ме жоқ па, соны анықтап алайық. Мүмкін біз қателесіп тұрған шығармыз. Қалайша? Қалайша қателесеміз? Әжеміз өз айтты емес пе? Менің атам Көкбай деп. Я, енді айтуын айтты ғой. Бірақ әже сіздің атаңыз хан болды ма деп сұраған кезде, әжем, ой, о жағын білмеймін. Сендер болсаңдар, сіз ханның ұрпағысыз деп жеңістік бермедіңдер. Мүмкін ғаламтордағы Көкбай хан басқа адам шығар. Біз оны мысалы білмейміз ғой. Қалай тексереміз? Былай істейік. Қазір тапшанға барамыз, әжеміздің бір тал шашын ұрлап аламыз. Сосын оны қалаға ДНК-ға жібереміз. Ол жерде кім-кімнің ұрпағы екенін өздері анықтап береді. Жарайды, тексерейік. Тексерейік. Әйгерім, сен онда тапшанға бар. Әже тапшанда ұйықтап жатыр. Сен сол сәтті пайдаланда бір тал шашын жұлып алып кел. Мен бе? Мен қорқам. Бар, тез. Қазір. Қолым дірілдеп, әрең алдым ғой. Саспа. Енді Қанат ағамен Ақмарал жеңгемізбен ақылдасайық. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Амансыз апа. Амансың ба, Көпіржан? Қарты бар үй, қазына деген осы. Өзіңіз ғой шаңырақтың керегесі. Армысыз, осы ауылдың ханшайымы ба? Көкбай ханның 15-ші немересі. Ада батой. Әй, Көпіржан? Ау. Тыныштық па? Ерекше амандастың ғой. Әлде ақша сұрап келдің бе қарызға? Ой, апа, өйстіп, ренжітесіз ғой адамды. Ойбай, сізде адаммен өлең шығарып амандаспағанда кіммен амандасам? Ой, әлде Көкбай ханның немересі кез келген жерде шашылып жатыр дейміз. Ой, осы ауылдың ханшайымысыз ғой сіз? Соны қайдан шығарып алдыңдар, а? Менің Көкбай деген атам болған рас. Бірақ ол хан болды ма? Қарапайым болды ма? Білмеймін ғой мен. Әй, соның бәрін қайдан естіп, қайдан шығарып жүрсіңдер сендер? Халық айтып жүр, апа. Ой, халық айтса, қалып айтпайды деген бар. Сіздің бойыңыздағы тектілік, сіздің бойыңыздағы даналық, сіздің бойыңыздағы кербездік қайдан деп ойлайсыз? Қайдан деп ойлайсыз? Қайдан? Атаңыздан. Сіз тек қана отбасыңызға емес, бүкіл ауылға, мына бізге, ел жұртыңызға қамқорлығыңызды көрсетіп жүресіз.
Сабыр ет айналайын, ей. Сіздің арқаңыз осының бәрі. Ол неден? Сіз мынау тектілігіңіз, жүріс тұрысыңыз, сипатыңыздың өзі, жүрісіңіздің өзі ерекше. Сіз ауылдың қаншайымысыз? Көкбай ханның немересісіз? Жарайды. Мен қаншайыммын. Мен Көкбай ханның ұрпағымын. Ей, бәсе? Сөйтсеңші. Апа, 2 жас жұбайды ертіп келіп едім. Бата беріп жүрсеңіз. Бата жетеді, шүкір. Кел. Бақытты болайын алайын. Кәне, қолдарың жайыңдар. Қолдарын жайындар. Бай болыңдар, дәулетті болыңдар. 90 ағайынды әулетті болыңдар. Шаңырақтарыңа қан түсетін көркем және сәулетті болыңдар. Алла көзі көтерсін есіміңді, бір-біріңе болыңдар кешірімді. Отауыңнан 10 бала ойнап шығып, қызыр бабам тербетсін бесігіңді. Аумин. Аумин. Рахмет, апа. Аман болыңыз, сау болыңыз. Жақсы, жолдарың болсын. Жақсы, апа. Көрдің ғой, мен Шыңғыс ханның ұрпағымын. Жарты әлемді жаулаған Шыңғыс ханмен 8% ДНК-м сәйкес келіп отыр ғой. Иә, ханның ұрпағысың. Шыңғыс ханның деп сөйле. Иә, Шыңғыс ханның ұрпағысың. Мен негізі бұл жерде тұрмауым керек. Неге тұрмауым керек? Енді Шыңғыс ханның ұрпағы емеспін бе? Иә, кешір, есіме шығып кетті ғой. Маған бұл жерде ауылда ұнамайды. Не үшін? Қалай не үшін? Біз енді Шыңғыс ханның ұрпағы хан сарайында тұруымыз керек. Әй, жұпар, кереметті үйің бар. Хан сарайынан артық болмаса кем емес. Құдайға шүкір деп тып-тыныш үйіңде отыра берсең қайтеді? Айгүл, сен мені түсінбей отырсың бар ғой. Мен әлі дәлелдеймін, жұрттың бәріне дәлелдеймін. Менің текті екенімді, ханның ұрпағы екенімді мен дәлелдеймін. Жұпар, қара да тұр. Жұпар, сен онсыз да текті жерден шыққан тәрбие көрген қыз емессің бе? Не керек енді? Жоқ, енді оған шүкір деймін ғой. Бірақ енді Шыңғыс ханның ұрпағы болғаннан кейін біз Дубайда тұруымыз керек. Менің балам мұнай компаниясын басқару керек. Енді дұрыс қой. Бәрекел. Айтып отырмын ғой, балам бастық болу керек. Мұнай компаниясың, анау мұнау емес. Ай, Жұпар. Армандапсың ақ тоқта, қысты күні көк шөпті депті ғой баяғыда. Сен мен неге мазақ қылып отырсың, Айеке? Осы бар ғой, түсінбейтін адамдармен бар ғой, сөйлескен бір ой бар ғой, сендер бір әшейін бір кішкентай нәрсені де түсінбейсіңдер ғой. Бірдеңе болса мазақтап, келеке қылып. Қош. Мен де жындым сен сөйлесіп отырған. Ой, оба. Осы Жұпардың біздің үйден бір ұрыспай кететін күні болам екен, Қош болсаң, қош. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Ей, айналайындар-ау, көңілдерің түспесін. Ой, қаншайым болмай-ақ қойдым. Баяғыда өздерің қосы. Қаншайым қыламыз деп мені, қаншайым қылдыңдар. Тіпті Көкбай ханның немересі деп ел шулады. Ай, өзім де соған селіп қала жаздадым. Адам жақсыға тез үйренеді ғой. Сол не десеңдер де аузы дуалы, үлкен қарт әже болғанда жаман емес екен. Құдайға шүкір ханның ұрпағы болмасақ та, шыққан жеріміз жаман емес. Жалпы қай қазақтың егін ал, ана көрген, әке көрген, тәрбиелі отбасы. Иә, дұрыс айтасыз, әже. Мені сонша қол паштағандарың үшін рахмет. Бірақ мен неге қуанып отыр деңдерші? Мен қаншайым айбарша емес, қарапайым ғана
айбарша әже болғаныма қуанып отырмын. Иә, әже, біз де қуанып отырмыз. Ханшайым емес, осылай бұрынғыша біздің сүйікті әжеміз болып жүре беріңізші. Сонда не? Әже, сіз қаншайым болмасаңыз да, біз сізді қатты жақсы көреміз. Ой, жаным, айналайындар. Рахмет сендерге, өркендерің өссін, ойбай ау. Осылай қарапайым әже боп немерелерімнің ортасында. Жаным ау, жүре берейінші осы.